Енді қажетті заттар бізде шекер, жылы су, сосын мынау акварельный краскалар қажет. Стаканға ең алдымен суды мөлшерін бірдей аламыз. Бірінші стаканға ешқандай шекер салмаймыз. Екінші стаканға бір шай қасық шекер салатын болсақ, екінші стаканға 2 шай қасық шекер, үшінші стаканға 3 шай қасық шекер, төртінші стаканға 4 шай қасық шекер салып араластырып, сосын қалаған түсімізбен жаңағы акварель бояуын қосып, жаңағы ерітіндіні араластырамыз. Бұл тәжірибе негізі ерітінділердің тығыздығына негізделген тәжірибе болып табылады. Енді стаканға ерітіндіні мен бірдей көлемде аламыз. Шекері жоқ ерітіндіні құямын ең алдымен. Екінші, шекердің мөлшері аз ерітіндіні. Бұл жерде концентрация жоғары ерітіндіні жай жіберу керек, астына әйтпесе араласып кетеді. Жай жібереді. Араласып кетеді ғой. Aslında ötüp öttü mü? Üstünde kalamadıyız. Onu cayneyen aslına verip sonuna aldık. Ana bir kustu var edi ona da. Iya, sol anau екі теңіздің бір-біріне суы қосылмайтындығын бірінші табиғатта көргенде, одан кейін екінші құрынан тапқан ғой. Иә. Шекер қатты. Шекерді қосып. Онша ермепті да? Жоқ, салпаң ермей қалған деп отыр да. Араластырсаңыз, қобалжымасаңыз. Просто суы аз ғой мына жерде ше. Қарапайсы келгенге бәрі үнсізде болып қалды ғой. Ақырға оқып отыр. Маған сөйтіп отырған ұнайды. Сол жақсы ғой, тәжірибе ғой сонымен. Үндемей қалдыңыздар ғой. Мен өзім Сәлемше баста келгенде білмеймін, ашылып түстен кейін неше түрлі ойлар айтылды. мен кез тоқтап қалдым. Иә, қайт тоқтап қалды. Ой, қатты кетіп қалды. Шықты. Негізі араласып кеткен күннің өзінде біраз уақыттан кейін қайтып қалпына келеді ғой. Мынандай үлкен стаканда вообще әдемі көрінеді. Көп қылып, е? Мынандай биігінде болсын. Мынаны енді көп қылып не қыласам атсыз ба? Мынаны маған көп қалмады. Су бар еді ғой, не қылып Қарабақашысы кешенен жеңгелердің несін тізімін жібермейді, ағайға сөйтсем ағай мына қызға дайындапты, ол жерде 100 грамм су деген ғой, соны ағай 10 литр деп көріпті да, сөйтіп бұл кісі таңғы 4-те тұрып естелдеген су ал деп ағараттан қарды алып таңға дейін қарды ертіп 10 литр сұрап өздері айтып, өздері күледі ғой тағы. Жоқ, анау мен очкиін Сондай. кимеген ғой. Ана 100 граммды 10 литр деп. демегеніңізге. Еще мен айтам,
әзірленген су деген үйде барышқа дейін қарды күреп огородтан қар жинадым дейді ғой. Таңғы неше таңғы 4-те екен ғой. Таңғы 4-те тұрдым дейді ғой. Қант кетіп қалды маған. Жоқ, қант не жіберсем. Жоқ, қант кетіп қалды. Бәсе. Жіберетін кезде шприц салсақ болмай ма? Ал. Шприц А, қойсақ. тартылып болмайды шығар. Қатты тартылып. Қантты қабат әсер. Иә, қанттың несі көп болады. Сыпырайын ба әжем? А, енді әжем алды. Балам 3-ші класс оқиды, бағына азанда үйде істеп жатса. Маған химия ұнайды деп қояды ғой, химия. Білмейді да ғой химияны 3-ші класс. Мені химиядан беретін біледі да. Әлде қызығы батыр ма? Иә. Үй жағдайында қолымызда бар нәрсені қызығады. Конечно, қызығады. Мына үлкен ыдысқа істесеңіздер вообще әдемі шығады. Иә. Әдемі болып шығады да, көрінеді. Шыныдағы кемпір қосақ деп аталады. Шыныдағы кемпір қосақ. Иә.